Саламатсыздар, құрметті телекөрермендер, сағат тілі 13:00 тікелей эфир төрінде сенің күнің бағдарламасы және мен, Жансая Нұрбекова. Сіздермен қайта қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Ең соңғы ақпараттар, керек дерек, көңілді әндер мен сіз күткен қонақтар біздің назарда. Сондықтан алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар. Қызықтың бәрі алда. Төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласып, жақындарыңызды немесе достарыңызды атаулы мерекелермен құттықтасаңыздар болады. Қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Друзья, мы рады всех приветствовать. Звоните, пишите, поздравляйте с днем рождения родных и близких в прямом эфире. Думаю, им будет очень приятно. Желаем всем продуктивного дня и хорошего настроения. Ну а сейчас давайте послушаем музыку. Бүгін әлемнің түкпір-түкпірінде сыйлық беру күні аталып өтіледі. Католиктердің Рождествосынан кейін әлем халқы бір-бірлерін тағы бір мәрте осы мерекенің құрметіне сыйлық беріп қуанта алады. Бұл мерекені америкалықтар, канадалықтар, ағылшындар, норвегиялықтар және Жаңа Зеландия тұрғындары атап өткенді жақсы көреді. Әр мемлекетте өзіндік атап өту дәстүрі қалыптасқан. Мысалы, Норвегия тұрғындары оны достармен бірге өткізіп, түрлі ойын ойнағанды ұнатады. Мереке қарсаңында әдетте дүкендерде тауарлар арзандатылған бағамен сатыла бастайды. Сондай-ақ бүгін түстерді аулау күні мерекесі. Түс нағыз таңғажайыптың өзі. Бірде белгісіз жаққа алып кетсе, енді бірде сюжеттерінің жиі алмасуымен қызықтырады. Түсті күндіз ұйықтамаған кезде көру мүмкін емес. Оның белгілі бір бөлшектері ғана оянған кезде есімізде сақтай аламыз. Осы орайда халық түстерді көбірек есте сақтау үшін оларды аулау күнін ойлап тапты. Ал неліктен 26 желтоқсан? Мәселе бұл кезде түннің барынша ұзақ болатынында. Осындай мерекелер бүгін тойланады екен. Ал қазір кезекті қызықты деректер айдарына берейік. Кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, сіздермен сенің күні бағдарламасы және біз жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетсек, біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласып, жылы лебіздеріңізді немесе сауалдарыңызды қоюға мархабат. Ал қазір біздің студиямызда қонақта қаламыздың танымал ансамблі вокалистері ретро группасы. Қайырлы күн. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Біздің студиямызға келгендеріңізге көптен көп рахмет. Өте қуаныштымыз сіздерді көргендерімізге. Сіздерді таныстыра кетейін. Жалпы Дилдара, Айжан және Аида. Танысқаныма қуаныштымын. Қыздар, енді жаңа жыл келе жатыр. Көңіл-күй керемет шығар. Көңіл-күй жақсы. Дайындықты бастап кеттіңіздер ма? Бәрі дайын негізінде. Тамаша. Енді сіздерден сұрағым келіп отыр. Негізі сіздердің топтарыңызда 4 қыздан құралады, Бірақ бүгін бір қыз келе алмай қалды. Тамаша, енді сұрағым келіп отыр. Жалпы бір-бірлеріңізді қалай таптыңыздар? Қашан құрылды? Ретро-вокалдық тобы негізінде музыкалық колледж негізінде құрылған ұжым. 98 жылы құрылған біздің ретро-вокалдық ансамбліміз, бірақ та состав дегендей әр жыл сайын өзгереді, себебі қыздар тұрмысқа шығады, декретке кетеді деген сияқты. Әр жыл сайын бізде, әр жыл емес, жылына 2 жылда бір рет біздің составымыз өзгереді. Құрам өзгеріп тұрады, ондай болып тұрады. Мен, мысалы, колледж оқып жүрген кезінде, 1-ші курс колледжінде осы ретро-вокалдық ансамбліне келдім. Ол кезде біздің жетекшіміз Сәуле Рамазановна Балтина болатын еді. Қазір біздің жетекшіміз Жетпісбаева Айжан Мұратовна еді. Я, когда сидела в декрете дома, я уже не могла, я также училась в музыкальном колледже, но я еще не думала о ретро. Выпустилась, вышла замуж, сидела в декрете, я уже не могла дома сидеть, я очень хотела петь. Случайным образом я попала в ретро, и работаю я с 21 года. А как случайно попали? Вот нам интересно. Я искала себе работу. Сперва я позвонила в камерный хор руководителю Мадина Канатовне, позвонила, она сказала, нам пока не нужны сопрано. Кажется, сопрано. Кажется, требуется в ретро. И так все так закрутилось, мы там созвонились, я пришла, и все, меня приняли в ретро. Бірден қабылдады, Да. Я же подхожу. Түрім бар де. Дұрыс, осындай жалпы өз-өзіңді осылай жақсы көру барлық қыздарға керек қасиет деп ойлаймын. Дилдара, сіз ше?
Менің ретро ұжымында істеп жатқаныма 4 жыл болды, мен қазан айында. Мен Айжан екеуміз бір педагогикалық университетінде бірге оқыдық. Сол кезде 2-ші курста болғанда, үйге қайтып бара жатқанда айтқам, маған жұмыс керек, оқуым бар, енді сол профессиямен жұмысым керек. Біз айтты, жүр бізге ретроға бір қыз керек еді, мүмкін сені алып қалатын. Бірақ мен осы ретроға дейін коллективте ешқашан ән айтқан жоқпын. Жалғыз жеке солист жеке солист ретінде. Кішкене әрине қорықтым. Қалай мен қазір ұжымға қалай келсем, мүмкін даусым келмей қалама деп, бірақ бірден қабылдады. Бізде мынандай бірден қабылдау деген нәрсе жоқ. Барлық жұмыста сияқты бізде испытательный срок деген нәрсе бар. 3 айдай, осы 3 айға жақсы топпен бірлессең, бізде өте көп жолдар бар. Партия жаттау керек, дауыс құру керек деген сияқты. Ондардың бәрін осы сынақтардан өтсең, онда 3 айдан кейін сені уже нағыз мүше ретінде ретро вокалдық тобына қабылдайды. Сол испытательный сроктан бәріміз өткенбіз кезінде негізі. Жалпы енді жаңа Аида айтып кетті ғой, келбет болу керек, вокал болу керек, міндетті түрде. Одан басқа тағы қандай? Музыкалық диплом міндетті түрде керек. Және де читкас листа деген бар бізде, нотаны білу керек, жақсы білу керек. Соның бәрін қарайды, дауысын жақсы болу керек. Ал топқа келгенде сіздерге бірден сіңісіп кеттіңіздер ме, әлде болды ма қиын кездер, енді мысалы үйренісу деген бар, адаптация деген бар, жалпы? Менде адаптация көп болды. Себебі мен келгенде мен топ мүшесінде ең кішкентай мен болдым. 16 жасында келдім, бірақ та барлықтары мұғалімдер, руководителер. Мен олардың арасында қорқып, жаттап, солай жүрдім, адаптациям көп өтті негізінде. Аида, сізде? Адаптация в том, что я тоже только в колледже пела в ансамбле, а так я тоже солировала. Адаптация в том, что чтобы твой голос подходил, сливался, с коллективом. Вот это было очень тяжело, там надо каждому прислушиваться, там, не дай бог, сфальшивила или еще что-нибудь. Это очень тяжело. Здесь свои нюансы. Да. Очень много. Нужно слиться. Жеке ән орындағаннан гөрі ансамбльде орындау қиынырақ, бәрімен бірге бір толқында болу керек, Сіз? Мен енді ұжымға келгенде Айжанмен біз 1-ші курстан бірге оқыдық, Айжанды білдім. Одан кейін 2 қызды білген жоқпын, олармен енді жұмыс істеу барысында тіл табысып кеттік. Сосын 1 жылдан кейін Аида келді, Аида екеумізді мектептерде конкурс болады ғой, сол кездерде бір-бірімізді көріп, сол кезден таныспыз. Тамаша. Енді сіздер керемет, енді вокалдық группаларыңыздың аты ретро деп аталады, Сонда білуімізше ретро әндерді орындайсыздар, Негізінде сол 98 жылы ретро ұжымы ашылған кезде Сәуле Рамазановна Балтина бір направление дейді ғой, бір бағыт берген, осы вокалдық топқа. Ол ретро өлеңдер, жаңағы кинофильмдерді түсірген, біз бағытта, осы бағытта 25 жылдай болды жүрміз. Енді 22 жылы бізде концерт өтті, от истоков до современности деген. Себебі біздің тыңдармандар бізге давайте жаңа қарқында, жаңа бағытта, жаңа өлеңдер қарастырыңыздар деп, біз кішкене өз репертуарымызды кеңейттік. Енді қазір тек қана 80-ші жылдар ғана емес, жаңа өлеңдер де бар бізде. Жаңа өлеңдер де бар, Ал ретро әндердің ішінде ең сүйіктісі сіздер үшін қайсысы? Аида, сізден бастайық. Менде сағындым сені, досым қосам. Керемет. Талғамыңыз күшті екен? Менде «Весна на Заречной улице». Неге болай? Білмеймін, өзім сол фильмнан «Весна на Заречной улице» сол өлеңді өте қатты жақсы көрдім. Және де мен топқа бірінші келгенде 16 жасында сол өлеңді біз енді жаттағанбыз. Бірінші өлең ең алғашқы болғаннан кейін жаныңызға ыстық болды. Менде Гүлсезім әлі, менде де сол бірінші жұмысқа келгенде бір концерт болды музыкальный колледжде. Сол әнді жаттап, ұжыммен бірінші рет арасында бірнеше күнде жаттап, ән айтып шықтым бірінші рет. Сол ән Гүлсезім, сол әлі жақын.
өздеріңізге жалпы ретро әндер жақын ба, әлде сонда да енді жассыздар ғой, андай бір современный дейді ғой, енді трендте. Маған ретро өлеңдер жақын. Білмеймін, өзім сондаймын. Жақын, иә? Бізге ретро да, современный да. Екі бағытта тыңдай бересіз, иә? Қазір жұмыста да біз ретроны да, ескі әндерді жаңа форматқа қылып біраз өзгерістерді істейміз. Иә, міне мысалы 21 жылы біз бірінші алғаш концертімізді бердік, жаңа бағытпен эстрадный өлеңдерді қосып, сосын одан кейін бірнеше концерт бізде сол жаңа бағытта болды. Одан кейін біз кішкене ойладық, біздің топтың аты ретро болғандықтан, давайте өзіміздің ескі өлеңдерімізді ұмытпай деп, осы жылы февральда бізде ән сенейдің атты қазақша концертіміз болған еді. Сол концертте біз также от истоков до современности деген бағытта істедік. Бірінші Шәмшінің өлеңдерін, біздің ескі қазақ өлеңдерін бүкілін шығардық та, екінші блокта уже кішкене современный эстрадный өлеңдерді қостық. Тамаша, мен қыздар сіздерден сұрағым келіп отыр, жалпы топта болады ғой, көшбасшы, вокалист, идеяны салушы, ең басты идея. Сіздерде қандай жалпы позицияларда сіздер жалпы жұмыс жасайсыздар? Менің ойымша, осы Айжан ханым, сіз көбінесе осындай идеяларды алып келетін сияқтысыз, Жоқ, ондай бәрімізде бар. Бізде мысалы Аиданың вкусы деген өте қатты ұнайды маған, талғамы қатты ұнайды маған. Мысалы Дилдараға не айтсаң, ол 5 секунд бәрін тауып береді, бәрін істеп береді. Бізде ұжым деген атымыз мықты. Және де бізде 4-ші қызымыз бар, Вероника деген, ол біздің инстаграмымызды жүргізеді, бізде фотосессия. Иә, бүкіл барлық бізге мысалы реклама деген бәрін өзі істейді, идеяларды айтады, қалай тұрамыз, фотосессияға қалай тұрамыз деген сияқты. Мысалы біреудің идеясы болса, Аида келіп, Айжан, осы өлеңді істейік, кавер қалайық, отырамыз, бәріміз істейміз, Айжан Мұратовнадан рұқсатымызды алып, сосын соны жазамыз. Тамаша. Айжан, можно сказать, она пишет нам обработки. Вот мы говорим, мы хотим эту песню. Все, она все по голосам все распределит, все, девочки, учим. Да. Сосын жазамыз. Рахмет. Енді қыздар, сенің күнің бағдарламасына бір ән тарту етіп жүрсеңдер, жанды дауыста дейді ғой. Күтеміз, қандай ән? Представь себе весь этот мир. Ал, қабыл алыңыздар. Так же синей ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Только для чего он и кому он нужен мир, в котором мы друг другу не нужны. Тамаша, керемет. Енді сұрағым келіп отыр, музыкаға деген қызығушылық қайдан келді? Отбасыларыңызда ән айтатын жандар бар ма жалпы? Неше жастан басталды осы қызығушылық? Аида, сізден бастайық. Ну, вообще, у меня раньше пел дедушка с маминой стороны. И я думаю, я пошла по его стопам. Я вообще начала уже петь с 7 лет. И уже поставила цель, я хочу петь и буду дальше петь. Потому что я сейчас думаю, что я больше ничего не умею, кроме не петь. Я, да. И вот продолжаю заниматься своим любимым делом. Этому очень рада. Мен музыкалық мектепке түскем, 5-ші сыныпта ауылда оқыдым. Ауылдан сосын 6-ші сыныпқа мұнда қалаға келдім. Музыкалық мектеп-интернат дарынды балаларға арналған. Сонда түсіп, хор дирижерлеу бөлімінде 9-ші сынып бітірдім, одан кейін музыкалық колледж хор дирижерлеу бөлімінде, сосын университет. Енді осы жылы мен магистратура бітірдім. Я музыка жөнінде сол. Әлі жүрмін. Енді мысалы айтмаған өзім. Керемет, мысалы Аида бала кезінен армандапты, жалпы әнші болды. Ал сіз бала кезінде? Мен де кіші кезімде бір видиктан көрген, мамам көрсеткен, біреудің тойында мынандай колонкаларға құлағымды былай тыңдап жүрген, бітеймін өзім сонда. Кішкентай кезімнен өлең айтып жүрмін, бірақ та вот именно дипломға деген ынталысым сол мектеп кезінен басталды. Мектеп кезінен. Дилдара? Мен ән айтып жүргеніме 6 жастан бастап сахнаға шығып бастадым. Менің өзім анам ән айтады. Анам жақтан да ән айтатын нағашыларым, апаларым бар. Енді мен анамның жолын жалғастырып келе жатырмын. Мектепте 1-ші сыныптан бастап менің музыка мұғалімі, Айнұр мұғалім деген бар. Сол кісі сен сахнаға шық, ән айт деп сахнаға шығарып, осы мен
қазір 23 жасқа дейін әлі ән айтып келе жатырмын. Демек, жалпы әншілік қасиет ана сүтінен дарыған, иә, сізге нағашы, иә, жұрт. Тамаша, енді қыздар, мен айта кеткім келеді, сіздер үнемі концерттеріңізде болсын, иә, мысалы, әдемі костюмдармен келесіздер. Костюмдарыңыз неше түрлі, әдемі. Жалпы қалай таңдайсыздар? Кім таңдап береді бұл костюмдарды? Енді бізге финансирование дейді ғой, біз филармонияның атынан шығамыз, әрдайым филармонияда жұмыс істегенсін. Енді филармонияға финансирование салған кезде бізге костюмерлер жақындап келіп айтады, о, қыздар, бізде финансирование бар, давайте сендерге бір жақсы костюм істейік деп. Сосын біз өзіміз эскиз табамыз, қандай материалдан, қандай өздеріңіз фасон ойластырамыз, қандай бізге керек. Мысалы, біз білеміз ғой, алдында бізге қандай концерттер бар, мысалы дегенде. Сосын біз ол эскиздарды костюмерға беріп, олар матасын бәрін қарап, согласовать етіп, сосын уже бізге костюмдар тігеді. Бірақ та анда-санда міне мысалы біздің осы костюмдеріміз біз өзіміз аламыз. Өйткені мынандай по современнен дейді ғой, және де өзімізде болғандай разноцветный пиджаки өзіміз аламыз кейбір кездерде. Тамаша. Осы ретте сұрағым келіп отыр, жалпы өздеріңізге қандай стиль жақын? Костюм таңдау барысында, Аида? Стиль вообще для меня вот брючный костюм. Платье я немножко не знаю. В повседневной жизни я даже платье не ношу. Тек концерттерге образ үшін дейсіз, бірақ көбінесе осындай стиль жақын, иә? Маған да сондай стиль жақын. Біз көйлекті аса қатты кие қоймаймыз былай. Емін-еркін кие салып? Иә. Бізге де сол бәрімізге. Бәріміз біріміз. Бірақ сонда да, мысалы, концертке шығарда, әдемі бір образ жасап, иә, мысалы, тамаша енді. Сұрағым келіп отыр, жалпы, өздеріңіз сайыстарға жиі қатысасыздар ма, вокалдық сайыстарға жалпы? Біз вокалдық сайыстарға қатысқан жылдарымыз болды, бірақ та ол кезде біздің ұжымның құрамы 4 жыл, 5 жыл өзгермеген. Сол кезде біз жақсы бір конкурстарға қатысып шығып жүредік. Енді тағы да айта кетем, біздің құрамымыз өзгеріп жатыр. Енді қазір ол конкурсқа шығу үшін жақсылап спеться нужно голосам, должны друг другу привыкнуть деген сияқты сондай мәселелер болып тұр анда-санда. Бірақ та алдымызда бізде жоспарда бар. Себебі осы қазіргі құрам уже жақсы концерттерге де күшті. Иә, сондықтан да алдымызда біз мақсат қойдық, жоспар құрдық, былай айтсақ, Ресей жаққа көреміз. Сондай жоспарлар бар, иә? Айтпай қояйық до конца. Иә, копиаторды сақтап қалыңыздар. Жалпы енді қазір Қазақстанның өзінде де мындай мега жобалар бар ғой, мысалы Қазақстан дауысы сияқты, иә? Соған қатысу жалпы жоспарда бар ма өздеріңізге? Енді дауыстарыңыз керемет, айтып отырсам, түрдесе түрлеріңіз бар, жалпы дауыс бар. Жоспар бар ғой, жоспар бар, бірақ ол жоспарға өмір әрдайым бір енді бір болып қалады, иә? Болып қалады нәрселер, әрине оны бәрін жоспарлап, оның бәрі болуы мүмкін емес қой. Где-то что-то там не получается, у кого-то какое-то обстоятельство возникает и так далее, бывает. А жеке солист ретінде, мысалы, қатысып келуге жалпы? Ну, я участвовала в 22 году на телеканале Евразия «Мама, голосуй за меня». Знаете такой проект? Да. Вот, это мой был первый такой большой проект, опыт, да. Вот из-за этого я так нормально сижу. У нас Аида закончила просто эстрадный вокал, я заканчивала хоровое дирижирование. Я, например, не могу себя чувствовать одной на сцене. Мне это очень тяжело, то есть я работаю с детства, пою и в хоре, с детства я пою в ансамблях, и себя отдельно чувствовать, я без них боюсь, наоборот, на сцене. Мне страшно. Көбінесе бір-екі адаммен айту керек, да. Қысылық, иә? Жарасыз. Ұжыммен шықсам да, былай шықсам да, маған... Бұл кісі универсал. Енді ретроға мен 19 жасымда келдім. 19-20 жасында келдім, енді ол 6 жасынан 18 жасына дейін солист ретінде айттым. Енді мне 4 жылдай ұжымда сол себепті маған өзім айтсам да, ұжыммен айтсам да айырмашылық жоқ. Көбінесе ұжыммен. Жалпы ән айту барысында сіздер табиғи дауыста айтасыздар ма, әлде енді мысалы көбінесе қазір фонограмма деген нәрсе өте дамып кетті ғой, бір жұлдыздардың өздері сөйтіп жүреді. Енді ол жағын мен сізге түсіндіре кетейін. Біз негізінде
жанды дауыспен айтамыз. Бізде репертуарда негізінде барлығы фортепианомен сүйемелдеумен, бізде Гаухар Макенна бар, ол кісі бізге ойнайды, біз ол кісімен бірге айтамыз. Жанды дауыс. Ни фонограммы, ни минусовки, ни плюсовки, ничего нет. Потом, получается, есть большие проекты, которые ставят, например, режиссеры, которые приезжают сюда. Вот Рахметов ставил недавно большой проект, «Точь в точь» называется, правда? Да. «Точь в точь». Мы там выступали в качестве группы «Мираж». То есть, естественно, когда это большой шоу, когда у тебя есть светомузыка, пар, жидкий дым, вот это все вместе, ты волей-неволей, ты начинаешь это все вдыхать, и это реагирует все на голос, поэтому это все мы пишем плюсовки со своим же голосом, естественно, свой голос записываем, и потом уже включается фонограмма, как бы шоу. Вот для больших шоу, да, мы пишем фонограммы. А в частности, мы почти что выступаем под минус или под Гаухар Макенну, под рояль, под инструмент. Ну, бывает, когда мы выступаем на улице, да? Да, еще, Какой-то кстати, ветер. погодные условия. Мы иногда поем под дождем. Мы вот недавно выступали на открытии елки, на улице. Ну, как бы все для зрителей, все для слушателей. Сонда да атмосферасы негізі бөлек қой, мысалы далада өнер көрсетумен Әрине. және осындай сценада, иә, жалпы Әрине. қандай өзгешеліктер бар? Өздеріңізге қай жақта өнер көрсеткен көбірек жақын, мысалы? Әрине сценада ән айту кішкене еркінірек жүресің. Себебі далада білмейсің, қыс болғанда дала Тайғақ. Одан бізде енді әнді айтқанда біз түзу ән отырмаймыз. Бізде движениялары бар. Диафрагмаға бәрібір әсер етеді. Иә, ол жерде бір қозғалсаң дұрыс емес. Ұштың Иә. Және де, мысалы, сахнада өлең айтып тұрғанда, сен білесің, мысалы, концертный залға сені тыңдаймын деп келген өзіңнің аудиторияң бар, иә. А мұнда, мысалы, біреу қарап тұрды да өтіп кетті, мысалы, наоборот, иногда... Теріс қарап тұрады саған. Иә, а иногда, наоборот, мысалы, қыздар келіп, билейді ортасында, ол да күшті. Керемет. Әр нәрсенің өзінің плюсы бар. Енді сұрағым келіп отыр, аспапта ойнайсыздар ма, жалпы өздеріңіз? У меня есть инструмент укулель. О, Да, немного приспособилась к нему, Да. но давно не играла. Ну и на фортепиано так немножко могу там аккорды подобрать и все. а неліктен укулеле таңдадыңыз жалпы? Несімен ұнайтын бұл аспап? Ну, знаете, звучание у него необычное. Да, и вот тоже, когда я училась в колледже, я записывала разные каверы, и я думала, чем можно еще да, свое пение. И, ну да, мне тоже нравится, там необычное звучание у укулеле. Мен негізінде не фортепиано, менде мектеп кезінде, колледж кезінде де фортепиано болған. Қазір бүкіл, мысалы, біз кавер жазсақ, бізде инстаграмнан көрсеңіздер, ретро нижний пробел ПВЛ, бізде анда каверларымыз бар. В частности, я сижу за инструментом, играю, девочки, ну, все вместе поем потом. Қыздар сияқты онша аспапта ойнай алмай. Университетте оққанда бізде ең основной предмет домбыра болды. Негізгі. Бірақ оны ұмыттық. Иә, соның білуімше, енді вокалистер міндетті түрде фортепианода ойнайды, иә? Фортепиано. Тамаша. Енді жаңа Инстаграм деп қалдыңыз ба, жалпы Инстаграмда өздеріңіздің жеке парақшаларыңызды қалай белсенді түрде жүргізесіздер ме? Қазір негізі тренд қой, негізі өзінің каверларыңды салып тұру, иә, мысалы ән айту деген сияқты. Инстаграмда қалайсыздар жалпы? Бізде Ұжымның Ну, на личную вообще времени нет записывать пока, так как дома двое детей, на работу. Бывает вот Сайжан, пишем, быстро-быстро записываем, пока у нас есть время перерыва, и все. А так пока времени нет, сейчас дети подрастут, может быть, что-нибудь будет. Бірақ та біздің ортақ парақшамызға жаңағы ретро нижний пробел ПВЛ. Бірақ та соған біз уақыт бөлеміз. Кәдімгідей 1-2 сағатта өлең дайындап, боянып, костюм демекші, свет. Айды бізде недавно бір лампа сатып алып еді. Біз видео түсіруге. Вероника түсіреді, немесе штативқа қоямыз, жақсы ракурс алады и кеттік. Халық қалай қабылдап жатыр жалпы? Қабылдап жатыр, репосты, отправки. Жақсы? Оларға көбінесе ұнайды сондай. Қалай айтады? Часто, что жиі ескі әндерді онша көп айтпағандай, кішкене. Қазіргі ағымдағы әндерді көбірек ұнатып тұрады. Жалпы теріс пікірлер жазатын кездер бола ма жалпы?
Болады, Да. болады ондай болып тұрады. Әрине, мысалы біздің вообще негізі концерттерімізді айтып өтсек, біз үлкен концерт қойдық, мысалы кіммен? Симфонический оркестрмен, Болат Рахимжановпен, солармен айттық. Сосын біз Юлия Захарчукпен қойдық, бременский музыканты атты мюзикл қойып едік. Мэри Поппис в прошлом году вот было. Осы жыл біз бременский музыканты қойдық. Алда летучий корабль деген проекттер көп негізі. Әрине, бірақ та біз оған уже привыкли. Адамның өз көзқарасы болады, өзінің ойы болады. Біз ол көзқарасқа, жаман көзқарасқа қарай берсек, біз отырушы едік, ой, жарайды істемей қояйықшы деп, сосын тағы жаман бірден жазбасайды деп. Ол өзіміздің творчествомыз, біз ол творчествоны жақсы көреміз. И біз білгенімізді істейміз. Енді былай жаман көзқараста емес, әрине. Жанар Дугалова айтпақшы, айта берсін, дұрыс. Енді мен сұрағым келіп отыр, жалпы музыка, қанша уақыт дайындаласыздар күніне, мысалы аптасына неше рет кездесіп тұрасыздар концерттерге, қалай уақытты қалай? Біз апта сайын күнде кездесеміз, 3-4 сағаттан отырамыз, распевкалар, партия жаттаймыз, сосын оны бірге минусовкамен немесе Гаухар Макеновнамен бірге айтамыз. Егерде алда тұрған концерттер болса, күні бойы, мысалы, егерде бір продюсерлер келетін болса, таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін ГДК-да, репетициядан репетиция, костюмдар, гримдар, келемі, келеспеймі өлеңге, движение, хореографпен жұмыс, өте көп нәрсе. Керемет. Енді осы топта көптен бері ән айтып келесіздер, 4 жыл, 2 жыл деген сияқты жалпы өздеріңіздің қалыптасқан дәстүрлеріңіз бар ма топтың ішінде? Айта кетсеңіз. Туған күндер, біз айналған 4 қызбыз, сосын біздің жетекшіміз Айжан Мұратовна, және біздің концертмейстер Гаухар Макеновна, өзіміз 6 адамбыз негізгі топта. Туған күндерге біз бір-бірімізге сыйлық жасайтын болдық. Ондай болған жоқ. Где-то 3-4 жыл арасында ондай болған жоқ. Вот где-то 3 жыл бойы біз уже бір-бірімізге кәдімгідей сыйлық жасап, немесе жұмысқа келсем, біреу тортик алып келеді, немесе там шай ішеміз деген сияқты. Сосын жаңа жылға, мысалы, Тайный Санта. Мен осы жерде сұрағым келіп отыр. Енді жаңа жылға бір апта қалды, өздеріңізде, естеріңізде қалған ең бір қызық не бар ма, жалпы сыйлық? Аида, самый такой необычный подарок тебе ой. Я помню, что тебе дарили мы. Это на день рождения мы дарили. Нет, перепутала. Я что-то так не вспомню, что-то прям такое. Я помню, что мы на день рождения ей дарили, что она как раз в декрет ушла. Ну вот, она даже ушла в декрет, мы все равно ей группой дарили подарки, и мы все ей почему-то начали дарить уходовую косметику. И она потом в группу писала, говорит, почему вы все думаете, что я забуду про себя? Сондай қызық нәрсе болды. Далида, сізде? Дилдара. Далида. Мен декреттен шыққаныма 1 жылдан қадасты. Әлі есімде ондай ештеңе қалған жоқ. Жарайды, жаман емес. Жалпы енді өздеріңіз музыка, декреттік өмірден басқа, балаларыңыз бар. Бос уақытта немен айналысқанды жақсы көресіздер? Мүмкін хоббиларыңыз бар шығар? Бос уақыт жоқ. Себебі жұмыс істейміз барлығымызда. Кешкі жақын отбасымен. Тамақ дайындайсың, бала қарайсың. Быт. Енді үй шаруа. Жалпы енді концерттерге жиі шығып тұрасыздар, әндер жиі айтасыздар. Осы ретте сұрағым келіп отыр, концерттердің барысында бір мынандай кездер болды ма? Енді бір каверзный ситуация болып қалады ғой, айта кетсеңіз. Қандай есте бір қалғаны? Айжан Мұратовна біздің жетекшіміз, ол кісі бізбен бірге топта өлең айтқан, біздің артист болған, сосын уақыт өте келе, ол кісі біздің жетекшіміз болды. Бір воинский частьқа бізді жіберген өлең айтуға, Қазақстан туралы бір өлеңдер. Ол кезде мен Айжан Мұратовнамен жанында тұратын, мен бойым кішірек, Айжан Мұратовна бізде высокая. Сол кезде Айжан Мұратовнаның микрофоны сөніп қалады. Сосын мен бүйтіп тұрып, Айжан Мұратовна жақындап еңкейіп бүйтіп бір микрофонға, сондай да болды барлығы кішкене енді. Енді ол бізден уже независимо, то, что от нас независимо, мы не можем это изменить. Техника. Конечно. Қазір моменттер
көбінесе болып қалады, себебі біз микрофон білмейміз начинает температураны. свистеть. Мүмкін батарейкасы отырып қалады, біз ән айтып жатқанда. Бізде көбінесе ғой енді живой айтамыз, сол бізде бір-бірімізге жақындап, екі қызбен былай Передаем тұрамыз. микрофоны. бір-бірлеріне қолдау көрсетіп жүресіздер, демеп. Ал әннің сөзін ұмытып қалу деген сияқты болады. Ондай болады, әрине. Аида бұл жайлы айтып береді. Ну, вот так, готовишься, и бывает так, волнение перед концертом. Вроде знаешь этот текст, и выходишь, все отключается у тебя. Вот было последний раз вот на бременских музыкантах, так как был зал полный, то есть был аншлаг, пришли дети с их родителями. Когда зал полный, ты начинаешь еще сильнее волноваться, естественно, ты не думаешь ни о чем. Начинают ладошки потеть, как бы не уронить микрофон. У тебя здесь инвентарь, у тебя грим. То есть это не просто так, что ты вышел, спел и ушел. Мы начинаем играть, мы начинаем играть в том же самом спектакле, начинаем контактировать с залом. У нас есть определенные движения, или, например, определенные крики, которые мы должны издавать, там, ха-ха, там и так далее. То есть сценический образ. Конечно. Да, и тогда уже бывает фрагменты забываются. Ондай кезде біз бір-бірімізге қараймыз да, егер депрессия қалса, Қолдап демеп жібересіздер. Ұжым болған соң енді осындай моменттер болып қалады. Особенно Айжан. Вот так, когда ты поешь, она сразу на тебя тұрады барлығына. Бір-екі жылдан кейін, мне кажется, Айжан енді өзі бір жаңа айтып жатсыздар ғой, жетекшілердің сынады. Сол кісінің деңгейінде болады деп ойлаймын. Енді бұл топтың атынан өте белсенді сөйлеп жатыр, жалпы. Көшбасшысыз ба? Жоқ, ұжымда мен просто ұжымда 9 жыл. 9 жыл. Тәжірибеңіз мықты. Тәжірибеміз көп. Тамаша. Барлығымыз Айжанға сен. Жалпы енді музыка саласында өте неше жылдан бері келе жатсыздар. Осы ретте жаңа ғана музыкамен айналысып келе жатқан топтарға, мысалы, жеке солистерге қандай кеңес беретін едіңіздер? Жалпы. Мүмкін мотивация дейді ғой. Шыдам, терпение дейді ғой. Себебі енді әнші болған соң, ұжыммен болсан да, жалғыз болсан да, өте қатты шыдам керек. Бәріне төзе білу керек. Вот, например, культура – это как бы особое подразделение, так как оно может быть не точным. То есть обычно всегда так нам говорят одно время, потом называют через час другое время, ты должен прийти в другое время вообще. То есть все обыгрывается очень быстро, непонятные какие-то факты могут всплыть. То есть это очень все сумбурно, иногда бывает. То есть поэтому тоже терпение здесь нужно, конечно. Но я понимаю, что некоторые, вот говорите, новые, да, группы, они тоже работают не только в нашей сфере, там, может быть, они педагоги. Это очень тяжело, когда ты педагог, еще и работаешь в культуре, очень тяжело. То есть уроки совмещать с концертами, это же тоже может... Да, надо. Конечно, это тоже может быть. Позвонили срочно, с вас нужен номер, и ты должен нестись. Конечно, это очень тяжело, поэтому терпения вам и творческих успехов, и впереди больших взлетов, чтобы у вас было все хорошо. Аида? Я хочу пожелать никогда не сдаваться, чтобы кто бы что ни говорил, идти только вперед, потому что сколько людей, столько и мнений, в основном не очень хорошие мнения, чтобы они их не слушали просто и стояли только на своем. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айттыңыздар. Енді жалпы жаңа жылға бір-ақ аптадан аз уақыт қалды. Қандай жалпы жоспар бар жаңа жылға немесе келесі жылға? Бізбен бөлісіп өтесіз. 28 желтоқсан, Иә, 28. Самал деген. Қалай тұрсады? Жоқ, Самал. Ұмытып тұрмыз, иә, бізде 28 алдымызда бір концертіміз бар еді. Соған біз қазір дайындалып жатырмыз. Учреждение Самал, да? Иә. Сосын жаңа жылдан кейін бізде проекттар негізі өте көп, сондықтан да біз жаңа жылда жақсылап тұрып демалып, уже жаңа жылдан кейін жаңа энергиямен, жаңа күшпен келуіміз керек, себебі олай, а то не будет ничего, нам будет очень тяжело, это жұмыс көп, проекттар алдымызда көп. Бізде джазовый оркестр, бізді бір жыл бойы бізді шақырып жүр, келіңіздер, бірге бір проект құрайық деп. Сол алдымызда сол проект бар. Я қарап отырсам өте бір ауқымды жоспарларыңыз бар екен, енді іске сәт деп айтқым келіп тұр. Осы ретте біз енді сұхбатымызда кішкене өз мәресіне жетіп қалды, бір керемет әнмен жалғап жүрсек, бір ән арнап жүрсеңіздер, жалпы бағдарлама соңында. Стендап өлеңі. Иә? Қабыл алыңыздар.
I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. For across the river, can you can freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. Ой, қандай керемет, күшті бітірдіңіздер жалпы сұхбатты. Енді тікелей эфир, бізде бағдарлама сенің күнің бағдарламасы тікелей эфирді пайдаланып біздің көрермендерге жылы лебіздеріңіз немесе туған туыстарыңызға сәлем жолдап қойсаңыздар болады. Мархабат, камераға қарап. Аида, Дилдара. Көрермендерге тілейтінім, үйлеріңіз құт пен берекеге толсын. Жаңа жыл тек қана бақыт, балаларыңызға денсаулық, ата-аналарыңызға ұзақ өмір әкелсін. Жаңа жылда үйлеріңіз мерекеге, берекеге толсын. Және де мен нағашы жұртыма сәлем айтқым келіп тұр. С наступающим Новым годом хочу всех поздравить. Самое главное – здоровье, много, побольше целей, хороших работ, побольше денег. Всем любви. Сіздерге де көптен көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін студиямызға қонақ болып келгендеріңіз үшін сіздерге де бар жақсылық тілейміз, шығармашылық табыстар тілейміз және келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Рахмет. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, жаңа ғана бүгінгі қонақтарымызды шығарып салдық, ал қазір бізде шағын ғана жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті, ал біз сіздермен ертең дәл осы уақытта қайтадан жүздесетін боламыз. Эфир тізгінінде болған мен Жансая Нұрбекова. Аман сау болыңыздар.